بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب أحكام الجنائز جمع جنازة بالفتح والكسر aytib жатырда endi janaza deb aytsak da bo'ladi ekan. Ikkovi de durus ekan. Ya, jamu janazatin, endi janaiz deganimiz janaza demesi jinaza so'zining ko'pshasi deydi. Ikkovi de lil mayit va sarir. Mayitga de, және de sol tabutqa da janaza deb qo'llaniladi ekan. Va qala al-Azhari va la tusamma janazatan hatta yushadda al-mayt alayhi mukaffanan. Endi aytib жатырда janaza deb ataladi qachon егер оған мәйіт кебінделіп қойылатын болса ғана деп айтқан екен. Вала тусамма жаназатан хатта юшадда ал-майиту алейхи ала сарири мукаффана. Юсанну таужиху ал-мухтадар. Юсанну таужиху al-muhtadar. Muhtadar дегеніміз кім ол? Ай ман қаруба мин ал-маут. Өлім аузында жатқан адамды айтады. Yani yusannu tawjihul muhtadar degan ma'nosi yani qibla qaratu degan so'zda. Ala yaminihi o'ng жағымен. Li'annahu sunnatu sebebi oslaydan жатқызу o'lim auzuna жатқан адамды. Осы сүннет деп жатыр. Wa jaza al-istilqa'u ala zahrihi. Шалқасынан жатқызса болады екен. Не үшін десе, li'annahu aysaru li mu'alajatihi. Себебі ол мәйітпен мәміле жасауға жеңіл деген мағынада. Yani li mu'alajatihi деген мағынасы li muamalati al-mayyit. Мысалға дәл сол шалқасынан жан тапсыратын болса, я мысалы оны көзін жұму, одан кейін оны мысалы аузын жауып, шүбіректі байлау, мысалы жеңілді шалқасынан. Сол muamala деген мағынада, бұл mualaja деген. Валакин бірақ дейді, юрфау расуху қаринен, басын кішкене көтеріп қояды екен. Бұлар шалқасынан жатады ғой енді. Одан кейін бит жас қойып қояды екен. Не үшін десе, лиясира вajhuhu ila al-qiblati duna as-sama'i. Ya, onun жүзі қыбла қарау үшін дейді. Аспанға емес дейді. Ya, аспанға емес, қыбла қарау үшін деп жатыр да. Liyasira wajhuhu ila al-qiblati duna as-sama'i. Wa yusannu an yulaqqana wa dhalika bi dhikri kalimati ash-shahadati 'indahu liqawlihi alayhi salatu wassalam. Endi sünnet болады, не істеу? Тәлқин айту деп жатыр. Тәлқин дегеніміз тәзкир, еске салуды деген мағына. Тәзкир деген мағынада. Тәлқин деген жалпы тәзкир деген мағынада. Бір нәрсені еске салу. Айтып отыр да, тәлқин жасау сүннет болады. Енді тәлқин дегеніміз не десе, соны түсіндіріп жатыр. Ол қалай болады десе, وَذَلِكَ بِذِكْرِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ. Ол мысалға, сол өлім аузында жатқан адамның қасында калима шахадатты айтып отыруыңды. Калима шахадатты айтып отыруың деп жатыр. Liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, пайғамбарымыздың мына бір сөзі үшін лаққину маутакум. Ya, маутакум сонда бұл жерде қандай мағынада келіп тұр? Яғни өлім аузында жатқандарыңа тәлқин айтыңдар деген мағынада. Қалай десе, ла илаха иллаллах деп арқылы деп жатыр да. Калимат таухид, ла илаха иллаллах. Fa innahu laysa muslimun, енді айтып жатыр. Қандай да бір мұсылман яқулуха, осы калимат таухидты айтатын болса, индал маути, өлім аузында жатып, illa anjathu minan nar, оны тозақтан құтқарады деп айтқанда. Оли қаулихи, және де Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям мына бір сөзі үшін man kana akhiru kalamihi, кімнің сөзі ең соңғы сөзі былай болса, ла илаха иллаллах болса деп жатыр. Дахалал жанната, жаннатқа кіреді дейді. Ай кімдермен бірге? Мa'al faizin, жаннаттықтарға кіретіндермен бірге деп жатыр да. Ва илля фа куллу муслимин, айтпесе бүкіл мұсылман, я ол тіпті күнәһар болса да дейді, иманда өлген, ол жаннатқа кіреді дейді. Тіпті ұзақ азаптан кейін болса да деп жатыр да. Валау бa'да тул ал-азаб. Сонда бұл калимат таухидты айтатын болса, тікелей жаннатқа кіретін болып тұр да. Ең соңғы сөз калимат таухид болса, тікелей жаннатқа кіреді. Тозаққа мүлдем кірмейді. Ва иннама иқтасарна ала зикри аш-шахада таб'a лил-хадис ас-сахих. Енді қарасаңдар, мына жерде екі хадис келтірді ғой. Екі хадисте де ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деп қана айтты. Тек қана осыған шектелді деп жатырды. Ала зикри аш-шахада ва иннама иқтасарна ала зикри аш-шахада таб'a лил-хадис ас-сахих. Ва ин қал фил мустасфа ва гайрихи, тіпті мустасфа және де басқа кітаптарда да былай деп айтса, ва луқина аш-шахадатайн
ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Сонда бағана шейх не деп айтып жатыр? Ла илаха иллаллах десе жеткілікті деп жатыр да. Мухаммад Расулуллах дегенді айтпаса да дейді. Ол кісілер не үшін айтып айтқан? Мухаммад Расулуллах деген айту керек деген. Не үшін десе? Муаллилан би аннал ула ла туқбалу бидуни ас-сания. Бірінші шахадат екінші шахадатсыз қабыл болмайды деп айтқан дейді. Лианнаху лайса, енді неге бұл кісілер айтқандай емес десе, соған жауап айтып жатыр. Лианнаху лайса илля фи хаққил кафир. Екі шахадатты ол кәпірдің хақысында емес па дейді. Бұл мұсылман өліп атқан. Ва каламуна фи талқинил муъмин ан. Сондықтан не жеткілікті деп жатыр? Ла илаха иллаллах деп айтса да жеткілікті дейді. Ва лихаза, міне сондықтан дейді. Қала шейхул ислам ибн Хаджар не деп айтқан? Ва қаулу жамъин, яғни бір топ ғалымдардың сөзі дейді. Юлаққан Мухаммад Расулуллах деп айтқан. Айдан дейді. Оны да талқин қылады деп айтқан дейді. Не үшін десе, лианнал қасты маутуху алал ислам, себебі мақсат не ол? Оның исламда өлуі дейді. Вала юсамма муслиман илля бихима, мұсылман деп қашан аталады? Екі шахадатты айтатын болса ғана мардуд дейді. Бұл сөз қайтарылған дейді. Бұл сөз қайтарылған дейді. Валихаза қала шейхул ислам ибн Хаджар ва қаулу жамъин, яғни мардуд деп атыр да. Ва қаулу жамъин мардуд, хабар келді. Би аннаху муслиман. Ол мұсылман емес па дейді. وإنما المراد ختم كلامه, бәлкім оның мақсат не ол дейді? Оның соңғы сөзі ла илаха иллаллах болу дейді. ليحصل له ذلك сауап, осы сауап ол үшін, мәйіт үшін, бұл жүзеге асу үшін деп жатыр да, мәйіт үшін жүзеге асу мақсатында. وأما الكافر, ал енді дінсіз болса дейді, فيلقنهما قطعا مع أشهد لوجوبه дейді. Ал енді ол кәпір болса дейді, онда екі шахадат оған айтылады деп жатыр да. Кескінді түрде дейді. Немен қоса? Ашхаду сөзімен қоса дейді. Иә? Ма ашхаду лиуджубихи, міндет болғандығы үшін осылай айту. Из ясиру муслиман, из ла ясиру муслиман илля бихима, себебі ол кәпір адам, осы екеуімен ғана мұсылман болады да. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп арқылы ғана. Интаха калам кім? Калам ибн Хаджар да. فتذكر الشهادة عند المسلم المحتضر. Енді айтып жатыр, осы ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах немесе бағанағыдай шейх Шуромбулай айтпақшы тек қана ла илаха иллаллах деп қасында отыра береді. Зікір етіп. Мен ғайри илхах, бірақ не? Оған көп мәрте айтқыздыртпаймыз да. Мен ғайри илхах, яғни мен ғайри иксар деген мағына. Не үшін десе, аннал хала сабун алейхи, мәйітке өте ауыр хал емес па дейді. Егер ол дейді, бір мәрте айтатын болса дейді осы калиманы. Фаиза қалаха марватан валам ятакаллам бa'даха, одан кейін еш сөйлемесе хасалал мурад дейді. Бұл айтпаймыз, үндемей отыра береміз. Вала ю'мару биха фала юқалу лаху, және де ол бұйырылмайды екен. Мәйітке бұйрық райда сөйлемейміз да, айт деп ше. Қул деп айтылмайды да оған. Неге? Лианнаху якуну фи шидда, ол қиындықта емес па дейді. Қиындықта болмайды ма дейді онсыз да. Фаруббама якул ла деп айтып жіберуі де мүмкін ғой дейді. Жауаба ли ғайрил әмір, саған айтып жатқан жоқ, ол жоқ деп. Ол басқаға айтуы мүмкін дейді, ли ғайрил әмір. Фаюзанну бихи хилафул хайр. Сөйтіп, ол туралы дұрыс емес нәрсе келеді деп жатыр да ойға. Фаюзанну бихи билмейти хилафул хайр. Ва қалу, ғалымдарымыз былай деп айтқан екен, иннаху иза захара минху ма юджибул куфра ла юхкаму би куфрихи. Егер дәл осы өлім аузында жатқан уақытта күпірлікті міндет ететін нәрселер, күпірлікті алып келетін, күпірлікті тудыратын нәрселер оның бойынан көрінетін болса, оған күпірлік қылды деп үкім берілмейді деп жатыр да мәйітқа. Не үшін? Хамлан ала аннаху зала ақлуху, оны ақылы кетті деп айтамыз да. Себебі. Вақтара бa'дул машайх завала ақлихи инда маутихи лихада ал-хауф. Айтып жатыр, кейбір машайхтар ақылы кетті деп таңдағанда, оның өлім аузында жатқан кезде дейді. Лихада ал-хауфтағы мақсат осы күпірлік нәрселер, былай айтқанда күпірлікпен үкім берілмеу үшін да. Жақсы ма? Уаммал кафиру ва мимма янбағи дейді. Және де мән бере тұрған нәрселердің бірі. Сондықтан не деп айтқан? Лихаза ал-хауфи деген уақытта ай ва хуа ал-хукму бил куфри ал-ма'луму мин ал-мақам деп айтқан.
ومما ينبغي أن يقال له على جهة الاستتابة осылай деп айтқан жақсы дейді. Иә? Иститаба мақсат, яғни тәубе етсін деген мақсатта. Не деп айту? Астағфируллах العظيم الذي لا إله إلا هو الحي والقيوم وأتوب إليه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم لأنه قد يستضر بذكر ما يشعر أنه محتضر. Себебі ол өлім аузында жатырым деген нәрседен зиян алуы мүмкін дейді. Мысалы сен барып отырып ла илаха иллаллах десе ол не келуі мүмкін? Мәмед өліп жатырмын ба деген секілді нәрсе келуі мүмкін да. Одан да сен не айтқаның жақсы дейді, истиғфар қасына келіп жай истиғфар айтып отырасың, ол да тәубе етеді, сөйтіп сен естіп. Ол да истиғфар айтып бастайды. Ва аммал кафир фаюъмару бихима бишахадатайн деген мағына. Лима рауа аль-Бухари ан Анас радийаллаху анху قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. Яхуди бала болған екен, пайғамбарымызға қызмет ететін. Фамарида сөйтіп ол бала ауырып қалады. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны зиярат етуге келеді ауырып жатқан уақытта. فقعد عند رأسه сөйтіп бас жағына отырады. فقال له пайғамбарым сөйтіп ол балаға не деп айтады? Әслим дейді, исламды қабылда дейді. فنظر إلى أبيه бала тұрады әкесіне қарайды. فقال له أطع сөйтіп әкесі баласына тұрып не деп айтады? أطع أبا القاسم, Абул Қасымға бойсын дейді. فأسلم сөйтіп исламды қабылдайды. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول сөйтіп пайғамбарымыз не деп айтып шықты дейді? الحمد لله الذي أنقذه من النار. Аллаға мақтаулар болсын деп айтқанда, оны тозақтан құтқарған. وتلقينه بعد ما وضع في القبر مشروع. Енді мәйітті қабірге қойғаннан кейін тәлқин айту ол да машрух, ол да бар нәрсе деп жатыр, бидағат емес демекші. لحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله أخرجه الجماعة إلا البخاري ونسب إلى أهل السنة والجماعة. Міне осы сөз кімге тіркелген дейді? Әхлі сүнна уәл жамаа тіркелген деп жатыр. Пайғамбарымыз лаққина маутакум, маутакум деген кім ол? Өліп қалған адамдар да. Уақил ла юлаққан деп те айтылған екен. Фил қабр, қабірге қойылғаннан кейін, көміп тастағаннан кейін. Ванусиба илал муътазила, бұл муътазиликтерге тіркелген сөз дейді. Уақил ла юъмару бихи ва ла юнха анху, бұйырылмайды, одан тыйылмайды деп айтқан. Оған тыйым салынбайды мысалы. ولا يؤمر به ولا ينهى عنه. وكيفيته оның кейіпі қалай болады десе, былай болады екен, көрінісі қалай болады десе. أن يقال يا فلان ابن فلان اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا. Қабірге қойып көміп тастағаннан кейін не деп айтады? Ей пәленшенің баласы пәленше, сен дініңді еске ал. Осы дүниеде болған дейді. Осы дүниеде ұстанған дініңді еске ал дейді. Қалай? Шахадат айту арқылы дейді. Би шахадати ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах деп. ولا شك أن اللفظ لا يجوز إخراجه عن حقيقته إلا بدليل. Енді ешқандай күмән жоқ дейді. Сөзді ақиқаттан, дәлелсіз ақиқаттан шығару ол жайыз емес дейді. Пайғамбар маутакум деп айтты ғой. فيجب تعيينه بقوله موتاكم حقيقة ونفي صاحب الكافي فائدته مطلقا ممنوع. Ал енді бұл талқинның ешқандай пайдасы жоқ деп صاحب الكافидің айтқаны ол қайтарылған сөз дейді. Наам дейді. Енді айтып жатыр да бұл кісі. Әл-фаида әл-аслия мұнтафиятун. Фаида аслия не ол? Кәдімгі иманның, бұл айтқанда, сол уақытта иманға келу да ол. Ол әрине, ол мұнтафия дейді. Ол енді қабірге қойып қойған, ол расымен оны пайда жоқ дейді. Бірақ дейді, «Ваяхтаджу илейхи ли таспитил джанал ли суал фил қабір» дейді. Бірақ та мәйіт мұқтажы болады деп жатыр да. Осы сөздерді айтуға, тәлқинға. Не үшін? Өзінің, бұл айтқанда, өзін оның несін жүрегін бекіту үшін де сұраққа. Фил қабір, қабір деп болатын дейді. Жанан дегеніміз рухқа да қолданады. Жанан деп нені де айтады? Жүректе де айтады. Асма әнді лавзда мақсаты маутакум да. Фаяджибу таину ай таину әл-лавз. Бісіна ба хадисті хақиқасына маджазын өсетіп тұрып па? Екеуінде қас келеді сол. قال المحققين قرندر ابن الهمام بلاي دي وايت خان وحمل أكثر مشايخنا إياه على المجاز. يعني басым مشايختарымыздың موتاكم сөзін مجازға тіркеуі дейді. أي من قرب من الموت, يعني موتاكم деп, يعني өлімге жақындаған мұқтадарларды айту дейді. مبناه не дейді?
على أن الميت لا يسمع عندهم. Мәйт естімейді деген нәрсеге негіздерге дейді. Түсіндер ме? Яғни хамлу аксарил машайх ияху деген мақсат не ол? Маутакум деген сөзді. Алал маджаз ай ман қаруба минал маути мабдаху ала аннал майита ла ясмау индахум. Мәйт естімейді деп айтқанда ол кісілер. Ва урида алейхим қаулуху саллаллаху алейхи ва саллам фи ахлил қалиб. Одан бірақ ол кісілерге не деп келтірілді дейді? Дәлел ретінде пайғамбарымыздың мына бір сөзі әхлул қалибқа қатысты. Барлығын құдыққа тастаған еді мүшриктердің бәрін Бәдір соғысында. Сөйтіп не деп айтады пайғамбарымыз? Сендер Алла сендерге ескерткен нәрсені көріп атсыңдар ма деген секілді айтады. Сондай мағынада Құранның аятына сай келеді. Қад уажадна ма уадана раббуна хаққан деп айтады. Біз өзіміздің Алла уәде еткен нәрсені ақиқат деп таптық дейді. Сендер де өздеріңіздің көріп атсыңдар ма деген секілді айтады. Құдықта жатқан мүшрик кәпірлерге өліп кеткен. Сол кезде пайғамбарға сахабалар енді сұрайды да, қалай сонда олар ести ме деген уақытта пайғамбарымыз не деп жауап берген? Ма антум би асма минхум деп айтқанда. Сендер олардан жақсырақ естимін деп ойламаңдар деген мағынада бұл. Ма антум би асма минхум. Олар да естиді байқанды. Олар естиді демекші да. Ва ажабу таратан, енді ол кісілер не деп жауап берді дейді бұл хадиске? Ол кісілер бірде былай деп жауап берді дейді. Ол Айша анамыздың хадисімен қайтарылған деп. Ва таратан бірде би аннаху хусусиятун лаху лин наби саллаллаху алейхи вассалам. Ол пайғамбарымызға берілген бір қасиет, ерекшелік деп қана айтқан дейді біреулер. Және де тағы да не деп жауап берген? Ва таратан би аннаху мин дарбил масал деп айтқан екен. Бұл мысал ретінде айтылған дейді. Мысал ретінде айтылған дейді. Айша анамыз не айтқан? Ол кісі былай деп айтқанда: "Фа иннаха қалат كيف يقول صلى الله عليه وسلم ذلك والله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور" деп айтты емес пе? "Фалам якулуху" деп айтқанда, пайғамбар оны айтпады деп айтқанда, ондай сөзді. Түсіндіңдер ме? Айша анамыз сөйтіп айтқан. Енді وبأنه ترى إسماع الكفار خصوصية له صلى الله عليه وسلم معجزة وزيادة حسرة على الكفار деп айтқанда, пайғамбарымызға мұғжиза ретінде берген. Оларға қасіретті арттыру үшін сондай нәрсе жүзеге асқан деп жатыр да. Пайғамбарымыз сөзін естіген дейді, өліп қалғандар. Олардың қасіреттері арту үшін пайғамбарға мұғжиза ретінде болған деп жатыр да. Сондықтан хусусияту лаху деген мағынасы салды. Тарата би аннаху мин дарбил масал деген мағынасы аннаху массала халаху ва хала ахлил қалиб би хали ахлил джаннати вақта истиқрарихим фиха ва ахли нар. Былай деп айтқанда қысқасы. Ана қалиб, құдықта өліп атқан адамдармен өзінің мысалын келтірді. Кімдер өзін теңестірді деп жатыр пайғамбарымыз. Өзінің халімен бағана өліп атқан дінсіздердің халін жәннаттықтармен тозақтықтармен теңестірді деп жатыр да. Сөйтіп не деп айтты? Хайсу, сөйтіп ертең жәннат иелері не деп айқайлайды тозақтықтарға? Фаяқулун қад ваджадна ма ваадана раббуна хаққан деп айтады екен да әл-ая. Былай деп келтіреді жалпы. Фи ахли әл-қалиб деп айтты ғой, яғни қалиб Бәдір деп айтқанда. Ва хуа хуфратун. Ол бағана шұңқыр дейді. Урумият фиха джияфу куффар Құрайш дейді. Құрайштың дінсіздердің денелері сойқа лақтырылған екен да шұңқырға. Фахатабахум ан-наби саллаллаху алейхи ва саллам би қаулихи. Ол кісі не деп айтқан? Инна ваджадана ма ваадана раббуна хаққан. Фахал ваджадтум ма ваада раббукум хаққан деп айтқан екен да пайғамбарымыз. Фақала Умар ма ма'наху иннака тухатиб аджсаман уджифат فأجابه بما ذكر لدان وما أنتم بأسمع منهم لده ويشكل عليهم ما في مسلم. Және де оларға мына бір нәрсе ишкал тудырады дейді. Муслимде келген хадис дейді. Иннал майта ясма қарани алейхим деп айтқанда. Майиза инсарафу, қабірге қойып, адамдар қабірден кеткен уақытта, қабірде жатқан адам, ана кетіп баратқан адамдардың, қайтып баратқан адамдардың несін естиді деген, аяқтарының дауысын естиді деген, аяқ киімдерінің. Қульту юмкинул жама дейді. Жамах қылу мүмкін деп айтып жатыр шейх Шурымболали. Фаюлаққана инда ал-ихтидар. Ихтидар кезінде де талқин айтылады.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ашық сөзі үшін пайғамбарымыздың я فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار деп айтқанда. وعملا بحقيقة موتاكم және де موتاكم сөзінің хақиқатын қолдана отырып екеуіне де амал қылсақ болады деп жатыр. Жамық қылсақ болады, амал қылсақ болады. لتثبيته للسؤال я фил қабр қабірде болатын сұраққа бекемдеп мәйітті дейді. لما روى سعيد بن منصور وسمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قال ол кісілер не деп айтқан? إذا سوي على الميت قبره яғни қабірі толық оған істесе жабылса, айтқанда қабірі көмілсе, мәйіт қойылды, қабірі көмілді. Және де адамдар кетсе дейді. وانصرف الناس كانوا يستحبون أن يقالوا للميت عند قبره. Ол кісілер не деп білген деп жатыр? Мәйіттің қасында тұрып, қабір, мәйітке не деп айтқанды жақсы көрген деп жатыр? Қабірдің қасында тұрып, я фулан, ей пәленше, қул ла иляха иллаллах саласы марват, үш мәрте айтатын еді осылай. Я фулан, қул рабби аллах, ва дини ислам, ва набии Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллам. Аллахумма инни атавассалу илейка би хабибика al-Mustafa, ан тархама фақати бил маути аля ислам вал иман. Фақа деген жалпы негізі хажа деген мағына ғой. Бұл айтқанда маған мейірім етуіңді сұраймын деген мағынада айтып жатыр да. Мен исламда иманда өлім арқылы сенен мейірім сұраймын деген мағынада. Ва ан тушаффи'a фина набийика алейхи афдалу салати вассалам. Және де пайғамбарыңның маған деген жасайтын шапағатын қабыл алуыңды сұраймын деген мағына. Ва ан тушаффи'a фина نبيك عليه أفضل الصلاة والتسليم الصلاة والسلام. ويستحب لأقرباء المحتضر وأصدقائه وجيرانه الدخول عليه للقيام بحقه وتذكيره وتجريعه وسقيه الماء. Енді өлім аузында жатқан уақытта туысқандары және де достары, көршілері оған кіргені жақсы дейді. Не үшін десе, оның ақысын өтеу үшін дейді, алдындағы мұсылмандық ақысын. Уатазкирихи, және де оған еске салу үшін бағана нәрселердің барлығын, талқин жасау үшін. Уатажриихи, және де су беру үшін дейді, қызметінде жүреді. Бұл айтқан тажрия, уасақихи алмаа, атфу тафсир деп айтқанда бұны. Бір мағынада екеу, су беру мәйітке. لأن العطش يغلب لشدة النزع حينئذ. Себебі дәл осы уақытта адам баласы өлім аузында жатқан уақытта атош басым болады деп жатыр. Не үшін десе, лишиддати наза, денеден рухтың шығу қиыншылығы болған себепті дейді. Хина изин сол уақытта, өлім аузында жатқан уақытта. Вализалика яти шайтан, міне сондықтан шайтан келеді екен де мәйітке, өлім аузында жатқан адамға. Кама варада хабарларда келгендей бимаин зулал, бимаин барид деген мағына. Салқын сумен келеді екен де ол. Біліп тұр, ол шөлдеп жатыр. Мәйітке ол салқын су алып келеді екен. Сөйтіп не деп айтады шайтан адамға? Қул ла иляха ғайри, менен басқа құдай жоқ деп айтады екен де. Хатта асқияке, су берем дейді екен де саған. Наузу биллахи минху. Ваязкуруна фадлаллах ва саата карами. Енді не істейді ол туысқандары, достары, жақындары? Алла тағаланың кеңшілігін айтады, Алла тағаланың мейірімін айтады, Алла тағаланың жомарттығын айтады, жомарттығы шексіз екендігін соның бәрін айтып отырады өлім аузында жатқанда. Және де барынша Алла туралы жақсы ойда болуға оған не істейді, әрекет жасайды қасындағы адамдар. Лихабари муслимин ла ямутанна ахадукум илля ва хуа юхсину занна биллах. Қараңдар. Сендердің ешқайсың Алла туралы жақсы ойламайынша өлмесін деп айтқан екен де. Ойын үземейінше деген мағынада бұл. Юхсина занна. Әй, язунну әннаху ярхамуху ва яфу анху ан. Неде ойлайды сонда? Мені мейіріміне алады, мені кешіреді деп ойлау керек та ол. Ва хабари сахихайн қал Аллаху та'ала ана инда занни абди бия деп айтқанда. Құлым мен жайлы қандай ойда болса, мен сондаймын деп айтқанда Алла тағала. وَيَتْلُونَ عِنْدَهُ سُورَةَ يَاسِينَ. Ясин сүресін оқиды екен, өлім аузында жатқанда.
Ва лил амри бихи пайғамбарымыз бұйырғанды осы иқрау ясин аля маутакум деп айтқанды. Ва фи хабари, және де жалпы Ясин сүресінің ішінде ақырет туралы нелер аяттар көп та, ақырет жайлы сондай. Сол нәрселердің барлығын еске түсіру үшін деп айтқанды. Ва фи хабари ма мин маридин юқрау индаху ясин илля мата райянан ва удхила қабраху райянан деп айтқан екен. Қандай да бір өлім аузында жатқан адамның қасына келіп Ясин сүресі оқылатын болса дейді, ол адам шөлі қанған болып өледі дейді. Қабірге де шөлі қанған, шөлі қанып кіреді деп жатыр да, шөл демейді деген мағынада. واستحسن بعض المتأخرين قراءة سورة رعد لقول جابر رضي الله عنه فإنها تهون عليه خروج روحه. Рад сүресін оқу, оның рухының шығуын оған жеңілетеді дегенді. واختلف في إخراج الحائض والنفساء والجنب من عنده. Ал енді хайыз, нифаз, жүніп адамдарды өлім аузында жатқан адамның қасынан шығарып тастауға қатысты екі түрлі көзқарас бар екенді. Шығарамыз дейміз, шығармай қойсақ та болады дегенді. Ваджхул ихраж имтинау худурил малаикати махаллан бихи хаидун ау нуфасау кама варада ва юхтару индаху тиб. Енді айтып жатырды, енді не үшін шығарады десе, себебі періштелер хайыз, нифас бар орынға, сол жерде жүрген сондай әйелі болатын болса, сол мекенде періштелер келмейді екен да ондай жерге. Кама варад, хадисте келгендей деп жатырды. Немесе хабарларда келгендей. Ва юхтару индаху тиб, және де оның қасына, мәйіттің қасына не келтіріледі екен? Тиб, әтір келтіріледі. Кейбір нұсқалары табиб деп келген ғой, қателеспесем. Табиб тексереді, сонда өлдім айтқанда. Табиб келеді, енді жан тапсырса, шынымен өлді ма, нақты өлді ма тексереді. Оны мысалға нақты білгеннен кейін барып, жан тапсырдау дегеннен кейін барып қана нетті, көмеді ғой оны. Бара сразу алып нетпейді ғой. Сол үшін дәрігері болады. Фаиза мата шудда, кейбір нұсқалары сөйтіп келген негіз, табиб деп келген. Фаиза мата шудда лахияху биисабатин аридатин тауммухума. Лахияху деп жақты айтады да, екі жақты. Лахияйын деп, лахиян немесе. Айтып жатырды, осы екеуі байланады деп жатыр да. Қандай немен? Матамен, жалпақтау матамен, былай байлайды да, міне былай алып келеді да, осы жерін төбесінен байлап қояды осы жерден. Ва турбату фауқа расихан. Басы төбесінен байлайды. Тахсина, не үшін? Кішкене түрін көркемдеп те, себебі ол аузы ашық тұрса қорқынышты ғой кішкене. Сол секілді вахифзан лифамихи, аузын сақтау үшін бір бағана шыбын шіркей, бағана құрт құмырсқа деген нәрселер кіріп кетпеу үшін аузын жауып қояды да. Уағуммида айнаху, көзі де жұмдырылады екен. Лил әмри бихи фис сунна, сүннетте бұйрықпен келгендігі үшін дейді. Сүннетте бұйырғандығы үшін деген. Сүннетте бұйырғандығы үшін. Ва яқулу муғаммидуху, көзін жұмып жатқан адам не деп айтады екен? Бисмиллах ва аля миллати расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Аллахумма яссир алейхи амрах ва сахир алейхи ма бa'дах ва ас'идаху билиқаика вадж'ал ма хараджа илейхи хайран мимма хараджа анху. Ақыретті дүниеден де хайырлы деген мағына ғой. Қалахул камал. Сумма юсаджа бисаубин. Одан кейін не істейміз? Көзін жұмғаннан кейін матамен денесін жауып қоямыз да мәйіт. Юсаджа деген мағынасы юғатта деген мағына. Пайғамбарымызға сөйткенде, пайғамбарымызды үстіне не жауып қойған? Киім жауып қойған еді. Кейін Абу Бәкір радиаллаху анху келіп не істеген еді? Киімді бите бас жағынан ашып не істеген? Пайғамбарымызды сүйген еді. Кейін барып жылаған еді пайғамбарымның қасына отырып. Ва юдау аля батнихи хадидатун. Одан кейін не істейді десе, ол мәйітке мына ішін басып қояды екен. Темір секілді нәрсемен. Не үшін? Ісіп кетпеу үшін да. Ва хуа марвиюн ани шаби. Темір басып қояды. Вал хадид ядфа ан нафха лисирин фихи. Енді айтып жатыр да, бір белгілі бір себеп, былай айтқанда жасырын нәрселерге байланысты одағы мәйіттегі, сол былай айтқанда оның несін ішін ісіп кетуден сақтайды деген мағына. Қайтарады, ішін ісіп кетуден, іші үрленіп кетуінен деген мағына. Соны қайтарады деп жатыр темір. Іші ісімейді да, соны басып қояды ішін. Ләмма туфия Усман, яғни ибн Мазғун. Осман ибн Мазғун қайтыс болғанда дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям енді Османы бүйтіп
нетіп қойған, бетін жауып қойғанда бүйтіп матамен, Осман ибн Мазғунның. Сол кезде пайғамбарымыз мына бет жағын ашқан екен. Уабака букаан тауилан дейді. Пайғамбарымыз ұзақ жылады дейді. Уақаббала байна айнайхи дейді. Мына дәл осы екі көзінің ортасын сүйді дейді пайғамбар. Осман ибн Мазғунның. فلما رفع على السرير قال توبى لك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها деп айтқан екен да. Қысқасы соны мына жағынан сүйген да, екі көзінің ортасы осы жерден сүйген болып тұр, маңдайынан, сонда маңдай жақтарынан. Жалпы мәйіт өлім аузында жатқан кезде оны жақсы көретін адамдар болған дұрыс та қасында. Ұнатпайтын адамдар болмай қойған дұрыс. Ол онсыз да мазасы кетіп жатады да, ол кезде негізі қатты қиналып жатады. Біз қатты білінбеуі мүмкін ғой, бірақ іштей ол мазасызданып жатады да негізінде көп нәрсеге. Сондықтан оның қасында жақсы көретін адамдар болған дұрыс та. Ұнатпайтын адамдар келмей қойған дұрыс. Жақсы көрушілері болса, енді басқа мәселе, тақуа, салиқалы деген секілді. والحديد يدفع النفخ لسر فيه في الميت وإن لم يوجد فيوضع على بطنه شيء ثقيلا. темір болмаса ауыр нәрсе қойылады екен ішіне. وروى البيهقي أن أنس رضي الله عنه أمر بوضع حديد على بطن مولى له مات. Өзінің бір құлдарының бірі өлген уақытта не істеген екен? Соған темір қоюды бұйырған екен де. Анас радиаллаху анху. Ва туда ядаху би жанбайхи. Қолын екі жанына бүйтіп қойып қоямыз да. Ишарата не нәрсеге меңзеп, ли таслимихи ал-амра ли раббихи. Істі оның Раббысына тапсырған қылып соған ишарат етіп деп жатыр да. Ли таслимихи ал-амра ли раббихи. ولا يجوز وضعهما على صدره. Кеудесіне қоюға болмайды екен екі қол. Не үшін? Себебі кітабилерінің несі дейді, іс-әрекеті. Солардың істейтін нәрсесі де ол. Қолын кеудесіне қою. وتلين مفاصله. Буындарын босатып отырамыз. Саусақтарын уқалап отырады да. Енді адам өліп қатып қалмау керек те. Жуған кезде де қиын болмау үшін не істеп отырады? Қайтыс болғаннан кейін бүйтіп мысалға бүйтіп отырады. Ана аяғын бүйтіп біріктіреді мынау. Бүйтіп санын аша несін, балтырын. Одан кейін мына санын ішіне тигізіп, кішкене бүйтіп зарядка секілді ғой былай айтқанда. Солай ара-арасында сөйтіп істеп тұрады. Не үшін? Қатып қалмау үшін, жуған кезде қиналмау үшін да. Зәр шықса да ол кейін жуады ғой. Биан юрадда са, мысалы қалай десе, биан юрадда саидуху ли хадудихи. Былай ол. Былайдан. Ва сақуху ли фахизихи. Баны балтыры санына. Ва фахизуху ли батнихи. Саны ішіне. Ва яруддуха мулайинуху ли яс. Енді осы сол жұмсартып, былайтқан массаж ретінде жасап атқан адам істеп отырады дейді да, осыны яруддуха. Осы нәрселерді қайтарады деп жатыр да, мүшелерді. Лиясхула ғасылуху. Оны жуу жеңіл болу үшін. Ва идраджуху фил кафан. Кебінге кіргізу жеңіл болу үшін деп жатыр да. Ва тукраху қираатул Құр'ан индаху хатта юғассар. Енді бұл уақытта Құран оқуға болмайды дейді, жуынбайынша дейді. Оны жуындырмайынша, мәйітті жуындырмайынша, дәл осы кезде Құран оқуға болмайды екен қасында. Танзиха лил Құр'ан. Құранды таза ұстап, не нәрседен? Нәжіс хадастан немесе хабас хадастан. Жалпы адам өлген уақытта ол хадас, ол нәжіс. Хадас нәжісі ма, жоқ әлде хабастың нәжісі ма деген екі түрлі көзқарас бар да. Қысқасы екі нәжіс болған себепті де қайсысы болсын, жалпы Құран оқымай қойған дұрыс деп жатыр да бұл кісі. Танзихан мұтлақ негізде мұтлақ келсе тахримы ғой жалпы бізде. Уалау аятын деп келтірген екен мұнда Шейх Тахтауи, бір аят болса да болмайды деген. Кама фи шархи сайд ва қаулуху индаху ай би қурбихи деген мағына. Енді не үшін болмайды десе, Құранды таза ұстау үшін деп жатыр. Не нәрседен? Хадастың нәжісінен өлім себеп, немесе хабастың нәжісінен деп жатыр да. Ва иннаху язулу анил муслим бил ғасли такриман лаху. Нәжіс мұсылманның бойынан кетеді екен, оған құрмет ретінде. Бихиляфил кафир. Бірақ кәпір тазармайды деп жатыр да.
ولا بأس بإعلام الناس بموته. Енді адам өлген уақытта адамдарға хабарлауды тұрған ешқандай бір әбестігі жоқ дейді. Бәлкім ол мұстахаб дейді да. Не үшін десе, намаз оқушыларды көбейту үшін дейді. Литаксир аль-мусаллин. لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم نعى деген мағына أخبر بموته деген мағына. Я إخبار بالموت та ол деген نعى деген. لأصحابه النجاشية. Нәжаши қайтыс болғандығын хабар берген де пайғамбарымыз. في الموت في اليوم الذي مات فيه. نجاشي قيس بلغان كنوري. وأنه نعى جعفر ابن أبي طالب. يعني جعفر ابن أبي طالب تنده قيس بلغان يتقان دي. وزيد ابن حارثة وكسن دي قيس بلغان. وعبد الله ابن رواحة وكسن دي قيس بلغان پیغمبر زيستي وطقان جيت كزب وطرغان ده. وقال في النهاية إن كان عالما أو زاهدا. يجر بر غالم نمسي زاهد أدم قيس بوصا دي. نمسي ودان تبارك алатын بر أدم قيس بوصا دي. تبارك алынатын. يا فقد استحسن بعض المتأخرين كبر متأخر ғалымдар النداء في الأسواق لجنازته. Оның жаназасын шақыру үшін, былай айтқанда, нелерде адам көпшілік жиналатын жерлерде шақыруға істеген соны дұрыс деп білген дейді. Базар адамдар көп жиналатын жерлерде жалпы фил асвақ басқасы болсын. Ва хуа ал-асах интаха. Ва касиру мин ал-машайх, енді көп машайхтар лам ярау бәсан би ан юаззан ли жаназатихи, немесе лил жаназа деген мағына. Немесе бил жаназа деп те келген кейбір нұсқаларда. Адам қайтыс болатын болса, оның жаназасын білдірген жақсы деп айтқанда. Білдіруде тұрған еш нәрсе жоқ, оның әбестігі жоқ деп айтқанда көп ғалымдар. Не үшін дейді? Лиюаддия ақарибуху ва астиқауху хаққаху. Оның туысқандары, достары оның несін өтеу үшін ақысын дейді мәйіттің. Ләкин ла аля джихати тафхим вал ифрат фил мадх. Бірақ кім қайтыс болса да не істемейміз, оны ұлықтамаймыз. Немесе оны мақтауда тым асыра сілтеп жібермейміз да. Пәленшенің ұлы пәленше қайтыс болды деп айтамыз да. Жақсы, онда осы жерде дәрісімді аяқтасақ, ақыры дауана алхамдулиллахи раббил аламин.